Сәлеметсіңдер ме, студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз мектепте әдебиеттен жүргізілетін факультативтік, яғни қолданбалы және таңдау курстарын ұйымдастыру. Пайдаланған әдебиеттер 2019-2020 оқу жылында Қазақстан Республикасы жалпы орта білім беретін мектептерде оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқаулар, таңдау бойынша курстардың мазмұны, ұйымдастырылуы бойынша таңдамалар, материалдар, интернет ресурстары. Нормативтік құқықтық құжаттар аясында Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 2013 жылғы 21 шілдедегі нөмірі 296 және 2013 жылғы 27 қарашадағы нөмірі 471 бұйрықтармен реттеледі. Таңдау бойынша курстар екі топқа бөлінеді. Олар: бірінші, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі міндетті оқуға ұсынған курстар. Екіншісі, білім беру ұйымдары әзірлеген курстар. Қазіргі уақытта Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы жалпы білім беретін мектептердің 9-11 сыныптарына арналған абайтану, 7 сыныптарына өлкетану міндетті оқу курсының бағдарламасын әзірледі. Қолданбалы және таңдау курстары мектептің базистік оқу жоспарының мектеп компоненті мен оқушы компонентін жүзеге асыруды көздейтін бағдарлы оқу процесінде маңызды орын алатыны белгілі. Аталған курстар бағдарлы оқытуды жүзеге асырудың басты құралы ретінде қарастырылады. Қолданбалы курстар бағдарлы пән бойынша берілген теориялық білімнің қолданбалы сипатын ашып көрсетуге бағытталғандықтан, оған оқушылардың барлығы қатысуға міндетті. Таңдау курстары оқыту бағдары аясынан тыс жүзеге асырылатындықтан, оларға бір сынып оқушыларының қатысуы міндетті емес. 10-11 сыныптар бағыты бойынша қоғамдық гуманитарлық немесе жаратылыстану математикалық бағытқа бөлінгеннен кейін әрбір сыныптың бағдары айқындалуы керек. Сыныптардың бағдары айқындалғанда, негізінен оқушылардың таңдау пәндері ұлттық бірыңғай тест тапсыратын негізгі пәндерді ескерген дұрыс. Қоғамдық гуманитарлық бағыттағы сыныптар мынандай болуы мүмкін: қазақ тілі, тарих, қазақ әдебиеті, ағылшын тілі, орыс тілі. Ал жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндер математика, физика, химия, биология, география сияқты пәндерге бағытталуы мүмкін. Қолданбалы курстар міндетті түрде сыныптың бағдарына байланысты беріледі. Таңдау курстары сыныптың бағдарына қарай берілуі де мүмкін, бағдарына байланысты болмауы да мүмкін. Яғни, таңдау курстарын сынып бағдарындағы пәндер басқа сол бағыттағы пәндерден беруге де болады, немесе қоғамдық гуманитарлық сыныптың таңдау курстары жаратылыстану бағытындағы пәндерден де болуы мүмкін. Керісінше, жаратылыстану бағытындағы сыныптың таңдау курстары қоғамдық пәндерден болуы мүмкін. Қолданбалы курстардың мазмұны тұрғысынан емес, оның практикалық пайдалылығы тұрғысынан құрылады. Қолданбалы және таңдау курстарына бөлінген уақыт оқу бағдарламасы бойынша меңгеріп үлгермеген материалды оқуға жұмсалуы тиіс. Сондықтан қолданбалы және таңдау курстары қажетті материалдарды таңдауда, мұғалімдер өздерінің бағдарламаларын құру жұмыстарын оқушыға қолданбалы және таңдау курстары несімен пайдалы және оны оқып үйренуге қалай қызықтыруға болады деген сұрақтарға жауап бере алатындай етіп жүргізуі тиіс. Алайда қолданбалы және таңдау курстарын ұйымдастырудың өзіндік әдістемелік ерекшеліктері бар. Ол өте күрделі. Жоғарыда айтылған сұраққа жауап бере алатындай етіп бағдарламаны құру және оны жүргізу, яғни жүзеге асыру тәжірибелі мұғалімдер үшін де оңай шаруа емес. Сондықтан аталған курстардың тақырыптарын таңдауда, оның бағдарламаларын талапқа сай құруда, оны жүзеге асыруда, бір сөзбен айтқанда қолданбалы және таңдау курстарын ұйымдастыруда, пән мұғалімдеріне бағыт-бағдар беру, оның әдістемелік ерекшелігін түсіндіру, ол оқу ісі меңгерушілерінің міндеті. Ең алдымен пән мұғалімдеріне бағдарлы оқу мақсаты мен міндеттерін туындайтын қолданбалы және таңдау курстары бағдарламасын жасауға басшылыққа алынатын негізгі талаптарды тұжырымдайық. Бағдарламаның құрылымы 4 бөлімнен тұрады. Бірінші түсінік-хат, екінші мазмұндық бөлім, үшінші нормативті бөлім, төртінші ақпараттық әдістемелік бөлім. Енді түсінік-хатта не қамтылады?
Курстың мақсаты, міндеті, берілген бағдарламаның өзектілігі, оқу әдістерінің жалпы сипаттамасы, курс мазмұнының бағдары, мазмұнына сәйкестілігі қамтылады. Мазмұндық бөлімде курстың құрылымы, мазмұны сипатталады. Тараулар, тақырыптардың ерекшеліктері, көлемі анықталады. Оқушы меңгеру тиіс білім мазмұнына сипаттама беріледі. Тиянақты меңгеруді талап ету мәселелерінің ерекшеліктері көрінеді. Іс-әрекет түрлері мен тәсілдері, оқушылардың өзіндік шығармашылық жұмыстарының деңгейі міндетті түрде сипатталады екен. Нормативтік бөлімде жекелеген тақырыптарды меңгеруге бөлінген уақыт, оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар, білім білік дағдылары қандай іс-әрекет түрлерімен беруге болады, оқушылар қандай саланы игеруі тиіс екендігін сипаттауы тиіс. Ақпараттық әдістемелік бөлімде оқушылардың білімін бағалауы түрлері көрсетіледі. Курс бағдарламасында бағалаудың оқушыға түсінікті, нақты критерий көрсетуі қажет. Мұндай критерий мұғалім мен оқушыны оқыту кезінде өзара қарым-қатынасын анықтайды. Соған сәйкес оларға төмендегідей талаптар қойылады. Бағалау құралдары мен әдістемесіне сипаттама беру, оқушылардың білімін бағалауға, олардың тұлғалық қасиеті мен дамуындағы өзгерістерді қадағалауға мүмкіндік беретін бағалау құралдарының әртүрлі болуы, бақылау құралдарының курстың мақсаты, міндетіне сәйкес келуі, тек қорытынды бақылауды қарастырып қоймай, оқытудың барлық нәтижелерін қадағалауға мүмкіндік беруі. Сонымен қатар бұл бөлімде ұсынылып отырған курсты оқыту барысында жүзеге асырылатын пәнаралық дайындықтар сипаттамасы, пайдаланатын әдебиеттер тізімі көрсетіледі. Бағдарламаның оқушыларға жаңалық ретінде танылу дәрежесі. Базалық білім беру бағдарламасы да берілмеген, оқушыға таныс емес білім мазмұнын қамтумен сипатталады. Екінші курс мазмұнының қомақтылығы, оқытуда алға қойған барлық мақсаттарды орындауға бағытталған білім мазмұнының анықталуымен қамтамасыз етіледі. Бағдарламаның ғылымилығы, прогрессивті ғылыми білім мен өмір сүру тәжірибесінің ең бағалы жақтарының енгізілуімен сипатталады. Курстың практикалық бағыты, оқушы қабілетін дамытуға, пән алған білімін іс жүзінде әртүрлі тапсырмаларды орындауға қолдануға мүмкіндік беретін материалдардың қамтылуымен анықталады. 5. Оқу материалдарының байланыстылығы мен жүйелігі, ілгерідегі тақырыптар кейінгі тақырыптардың мазмұнын ашуға, олардың өзара ортақ байланысын жүзеге асыруға негізделіп анықталуымен сипатталады. 6. Бағдарламаның оқыту мақсаты мен тапсырмаларының қаншалықты сәйкестігі, оқыту әдістерін таңдау дәрежесі. Оқу тапсырмасының мазмұны теориялық материалдың қолданбалы сипатын ашатындай болуымен сипатталады. 7. Мерзімдік ресурстардың нақты мүмкіндік дәрежесі. Оқу материалын оқушылардың сапалы игеруіне жеткілікті және жоспарланған нәтижеде жеткізуге мүмкіндік беретінмен анықталады. Бағдарламаның нәтиже беру дәрежесі оқушының қызығушылығын тудыратын және жеке тұлғаның дамуына өзіндік орнын анықтау арқылы ерекше өмірінен орын табуға, өзіне баға беруіне ықпал ететін білім мазмұнының қамтылуымен анықталады. Кері байланыстың тапсырмасы, мектепте қандай үйірме жұмысын ұсынар едіңдер? Ойыңды дәлелде. Енді біз жаңа курстар туралы айттық. Бұл курстар өтілгеннен кейін бұларға белгілі бір ақша төленеді. Сағат беріледі. Ол апталық белгілі бір күнге кесте бойынша қойылады, оған мұғалімге ақша төленеді. Ал кейде үйірме жұмыстары болады. Бұл үйірме жұмыстары мұғалім тарапынан тегінде өткізілуі мүмкін. Мұғалім балалардың қызығушылығына байланысты белгілі бір үйірме жұмыстарын ұйымдастыруы мүмкін. Бұл қалыптасқан мектепте үйірме жұмыстарын ұйымдастыру. Сондықтан да мектепте қандай үйірме жұмысын ұсынар едің, ойыңды дәлелде. Кері байланыстың тапсырмасы осы. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін Canva жүйесіне, электрондық почтаға, WhatsApp желісіне жіберуге болады. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.